Бүгін біздер жүгері пісіретін боламыз. Ол үшін бізге жас сырты мен жүгері керек те, Кәусар. Енді осыны деген қазір бірге жасап көреміз. Ол үшін не істейміз? Сартай, бірінші сүт құямыз. Жоқ, сүт құймаймыз. Бірінші жапырақтарды саламыз. Астын саламыз. Неге? Өйткені дәмді болу үшін. Жүгерінің сыртқы қабығын алып тастайсыз, ішкі қабықтарын осылай біздер астарына төсейміз. Содан кейін Сартай жүгерілерді саламыз. Саламыз. Содан май саламыз. Неге саламыз? Қалаға. Кукурузға. Дәмді болу үшін, да? Иә. Түсір жүр, төмен қарай түсір жүр. Қасықпен түсір. Жарайсың. Кәусар, енді сен сүт құйып, сүт құямыз, өйткені дәмді болып. Иә, жүгеріміз өте дәмді болып шығады. Енді осының үстіне біздер қазір су құямыз. Баяу отта 20 минут қайнатамыз. Содан кейін біздің жүгеріміз дайын болады. Жүгеріміз дайын болды, 20 минутта пісіп болды. Одан ұзақ пісіруге болмайды. Қазір балаларымыз дәмін татып жатыр. Қазір бірге дәмін көрейік. Үстіне тұз себе қоясыз. Сартай тістеп көр. Қалай дәмі? Жақсы. Өте пайдалы. Осылай пісіріп жүгеріңізге болады. Сау болыңыздар.